Құрметті оқушылар, мына қойған алдыға мақсат пен міндетті орындау үшін келесі жаттығуларды орындауға тиіспіз. Бір орында тұрып, 4 рет 10 секунд жүгіру керекпіз. Жүгіргенде аяқтарымыз бір қалыпты, бірінен кейін бірі, қолдарымыз бен аяқтың үйлесімі бірдей болу керек. 10 секунд сайын демалып, және орнына келу жаттығуларын жасап отыру. Осыны біз 4 рет қайталау керекпіз. Келесі 10 секунд бастаймыз. Қол мен аяқтың тыныс алуы бүкілі бірдей қалыпта болу керек. Тағы тынысымызды орнымызға келтіреміз. Демімізді қалыпқа келтіреміз, демімізді аламыз, демімізді жібереміз. Демімізді қалпына келтіру үшін мынандай жаттығуларды орындаймыз. Қолымыз белде, оңға, солға. 3-ші рет қайталаймыз. Тағы демімізді қалпымызға келтіреміз, демімізді аламыз, демімізді жібереміз. Белімізді, екі қолымызды белге қойып, белімізді оңға, солға айналдырамыз. Төртінші рет істейміз. Соңғы рет қайталаймыз осы жаттығуды, бір орында жүгірісті. Тағы да демімізді қалпымызға келтіреміз. Демімізді алып жіберу дұрыс жаттығуларын орындаймыз. Бойларымызды жазамыз. Алдыға, артқа еңкейеміз, солға, оңға. Енді демімізді келтіріп алып, келесі жаттығуға көшеміз. Бір орында тұрып, аяғымызды артқа қарай көтеріп, жүгіреміз. Аяқтарымыз жамбасымызға тию керек. Жылдамырақ екі қолымыз бір қалыпта аяқпен бірге айналып отыру. Тынысымызды алып жіберіп тұру. Осында 4 рет қайталаймыз 10 секунд сайын. 10 секунд сайын демімізді алып жіберіп, бойымызды, денсаулығымызды қалпына келтіреміз. Тыныстарымызды демалатын. Екінші рет қайталаймыз. Жаттығу барысында бәрін дұрыс орындаймыз. Қолымыздың, аяғымыздың сілтемелерін. Әрбір 10 секунд сайын демімізді қалпына келтіріп отырамыз. Қолымыз белде болады, басымызды айналдырамыз. Бір орында айналып жүреміз. Тынысымызды қалпымызға келтіреміз демалып. Үшінші рет қайталаймыз 10 секунд. Және жаттығуларда дұрыстап отқанда денеміздің тұрысын қараймыз, қалай тұрғанымызды жүгіріп атқанда бір орында. Одан кейін демалу қалпын, тынысымызды, демалу тынысын қалпына келтіріп отырамыз. Қолымызды жан жаққа істеп, бір қолымыз жоғары, бір қолымыз төмен тұрып, жаттығулар жасаймыз. Денімізді қалпына келтіру үшін. Деніміз қалпына келгесін қайттан бастаймыз. Жаттығу жасап атқан дұрыстап орындаймыз жаттығулар. Демімізді қалпына қайталаймыз. Енді демімізді қалпымызға келтіріп жібереміз. Әрбір жаттығу орындаған сайын 10 секунд сайын тыныс алу нелерін қалпымызға келтіріп отырамыз. Тынысымыз орнына келді, жүріп болды. Енді келесі. 4-ші рет қайталаймыз.
аяқтарымыздың тиюі, жүгіру әдістерін қарап отырамыз. Бәрін дұрыс орындаймыз. Дененің тік ұстап тұруы бүкілі әсер етеді жаттығуға. Енді тынысымызды қалпымызға қайттан келтіреміз. Тынысымызды келтіріп алғасын келесі жаттығуға дайындаламыз. Келесі жаттығуымыз біздің бір орында тұрып, жоғары аяғымызды көтеру. Тіземізді жоғары көтеру. Жаттығуды жасап жатқанда тізенің жоғары көтеруін қадағалау, қолымыздың қимылдарын және тыныс алу белгілерін сақтап отыру, дем алғанда жаттығу жасап жатқанда бүкілін дұрыс орындалуын қадағалап отыру. 10 секунд өткен сайын тынысымызды орнымызға келтіреміз, дем алу тыныстарын. Ол үшін осындай жаттығулар орындаймыз. Бір орында жүріп айналу, демімізді алып, демімізді жіберу, организмді қалпымызға келтіргесін. Келесі жаттығу жасаймыз. Жаттығуды орындап жатқанда тізенің көтерілуі, қолдың қимылы, тыныс алу белгілерін дұрыс орындаймыз. Әрбір 10 секунд сайын осындай организмді қалпымызға келтіреміз, дем аламыз, демімізді жібереміз, бір орында жүреміз айналып. Және де тыныс алу жерлерін қатты дем алып, демімізді жіберіп, қолымызды белімізге қойып, басымызды айналдырамыз. Демін қалпымызға келгесін жаттығуға дайындаламыз. Қайттан. Жаттығуды орындап жатқанда дұрыс орындауын қадағалап, тыныс алуында бірге қамту керек. Қайттан қалпымызға келеміз. Демімізді аламыз, демімізді жібереміз. Демімізді қалпымызға келтіреміз ақырындап. Енді тағы соңғы жаттығу бар. Қайталаймыз. Соңғы рет. Жаттығулар жасап жатқанда дұрыс орындауын қадағалаймыз. Енді демімізді аламыз, демімізді келтіреміз қалпына. Қолымыз жоғары, төмен жүріп, бір орында жүріп, әбден орнына деміміз келгесін, келесі жаттығуға көшеміз. Ол бізде денемізді күйді қойып, денемізді жоғары көтеру. Қазір орналасамыз. Екі аяқпен тірелеміз, және қолымызды бас жағымызға қойып, жаттығу орындаған кезде 10 реттен 3 рет қайталаймыз. Шалқайып, денемізді жоғары көтереміз. Істеу кезінде дененің дұрыстауы, қолымыздың тұруы, бас жағымызда орналасуы, қолын, аяқтың тізенің биіктігі қалай тұру екен, соның бүкілін қадағалаймыз. Және де 10 рет қайталағасын мынандай қалыпқа келтіру жаттығуларын жасаймыз. Аяқтарымызды, содан белімізді еңкейтеміз алдыға қарай. Осындай жаттығулар арқылы тыныс алу, шаршаған нелерімізді қалпына келтіреміз. Денеміз. Мынандай жаттығуларды үй қалпында орналастырғанда аяғымызды диванның астына қоюға, астымызға көрпеше төсеуге жұмсақ жаттығу жасап жатқанда, щоб арқамызға неге батпау үшін сондай жаттығуларды сондай жерде орналастыруға болады. Солай өткізуге болады. Үйде бар көрпеше, матрас астыға төсеуге болады. Солардың бүкілін қолдануға болады. Осымен біздің жалпы жаттығуларымыз аяқталды.
сау болыңыздар.